Ассалаумағалейкумдер, қалайсыздар, амансыздар ма? Түпқараған ауданы Ақшқарауылы Жаңағыз көшесі 27/2 үй тұрғыны Қуаты Бауыржан, Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы. Маған условиясы нормально бір жұмыс керек, мен айтайын деген. Жұмыстар қарап жатырмын қазір интернеттерден. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы территориясында. Бұл жұмыстарда жаңағындай жұмыстар шығып тұр, жалпы күресшік деп шығып тұр екен. 5 күн істеп 2 күнде болатын. Мен оған кіретін болсам, жұмыста істеймін, әңгіме жоқ. Просто олар жаңағындай шығарып жіберуі мүмкін да. Жасамады, анау деп шығарып жіберуі мүмкін, кірген бойда. Шығарып жіберуі мүмкін. Көшіп келді, тағы бар, оралман дейтін тағы бар. Өзбекстан Республикасынан көшіп келген дейтін, Қарақалпақстан дейтін тағы бар. Конград городтан деген сияқты микрорайон, дом 118, улица Кара, деп айтамыз, тұрамыз, Қарақалпақстан. Бір пәтез 2 этаж, 20 квартира, Бауыржан, Бек Бауыржан. Туылған жері менің. Сол сияқты Қарақалпақстан немесе Қарақалпақ немесе Қалпақстан деген сияқты сөйтіп айтуы мүмкін. Енді мысалы енді жұмыс керек өзімізге. Жұмысқа кіретін кезде әйтеуір жұмыс істеп, бізге тек енді условиясы нормально жұмыс істеп, өзіміз кіріп шығатын жұмыс керек. Енді жұмыс қарап отырмын, қазір жұмыстар жоқ. Басқа облыстың жұмыстары шығып тұр екен. Ақтау қаласын қарап отырмын қазір интернеттен. Ол басқа облыстан маған керек емес. Қазақстан Республикасының басқа облыстары. Ақтау қаласынан керек, Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан керек. Енді сол жұмыс қарап отырмын, условиясы нормально жұмыс керек маған. Кеше өздеріңіз көрдіңіздер, 2 жылға деп, кеше жұмыс істеп отырған жерден әскери қызметші болып, онда көп көрді ма, 2 жылға деп жіберіп отыр. Жұмысқа кіре алмайсың, әскери қызметшіге деп, мемлекеттік органға деп. Сөйтіп 3 сағат па, 4 сағат па болмады деп жазып жіберіп. Содан менің документімді білдіріп, мен жұмысқа мемлекеттік органға кіргізе алмайтын болып тастаған. Енді қараңыздар өзіңіз. Мен жұмысқа тұру керек. Жұмысқа кірейін десең, кілең бықсытып отырған ол ер қыз, әйел адамдар. Дені сау еместер. Осылай қараңыздар, мастер және мастер еместер. Енді сол жұмысқа тұру керек. Жұмысқа тұрғанда осындай жағдай. Өздеріңіз қараңыздар енді. Өзіңе қыз, әйел адам алайын десең, үйленейін десең, ол өз алдына басқа жерге қарай деген сияқты қуып жүрген қыз, әйел адам. Дені сау еместер. Енді өздеріңіз қараңыздар енді. Мысалы жұмыс істейін десем, осындай кілең аяқтан шығып, көре алмай деген сияқты. Жұмыс жоқ енді. Кеше әскери қызметшіден келгенге, мысалы, кеше 1 аптадай болып, 1 аптадан өтті. Жұмыссыздыққа тапсырған, әлі жұмыссыздықтан хабар жоқ. Мен жұмысқа кіріп, сол условиясы нормально кіріп шығып, жұмыс керек маған. Шығарып жібермейтін, қайта шығарып жібермей, ол қазір жаңағы айтып тұрған жерге кірсем, олдан істейді, болды деп шығарып жібереді. Осындайлар.
Оған жаңағындай жұмысқа кірген кезде шығармайтын, условиясы нормально кіріп шығып істейтін жұмыс керек. Осылай жағдай. Мен сол айтайын деген осы видеообращениеде. Ол дейтін басқа облысқа да ұшып көрдік, қандай екен. Басқа облыста, Таразда, Шуда да істеген кездерде, оларда басқа облыстарда, оларда істеткісі келмей сондай болған. Бізге сол істеп өзіміз кіріп шығып істейтін жұмыс керек. Сол айтайын деген. Енді 2 жылға деп жіберіп отыр. 2 жылға дейін қарап отыра бермейсің ғой. Мысалы, ақыран жұмыстарды қарап отырмын, ақыран жұмыстар жоқ. Демек, бұл жерде сыбайлас жемқорлық. Ақыран жұмыстарды қаптап кеткен. Дені сау емес, дені сау ұл ер қыз әйел адамдар. Мен сол айтайын деген, тіс қайрап жүргендер маған. Енді мен мысалы сол жұмысқа тұру керек, сол жұмысқа тұру керек, кіріп шығып деген сияқты. Олар дейтін сол тіс қайрап жүргендер, дені сау еместер. Ол ер қыз әйел адамдар. Енді міне осы жағдай. Жұмысқа тұрайын керек. Ол жұмысқа тұраған кезде жағындай келең. Жағындайлар көшіп келдің дейтін бар. Тағы Өзбекстан Республикасында жүрсең, оларда да әңгіме айту мүмкін. Өзбекстан Республикасында да сондай бықсытпай әңгімелер. Мен мысалы тек жұмысқа кіріп, барып, шығып, полиция органында да істейін деп отырған кезде көрдіңіздер, өзіңіз әскери қызметшіден шалып жіберген не қылғандар. 2 жылға деп отыр, 2 жылға дейін қарап отырмайсың. Жұмыс істеу керек міне. Жұмыссыз отырмыз міне. Енді жұмысқа кірсең, баяғы сол Ақтөбеде де істедік. Ақтөбеде істеген кезде ол жерде Маңғыстау, тағы Өзбекстаннан көшіп келген, Қарақалпақстаннан көшіп келген, тағы сондай әңгіме. Жұмыс істесең, Қарақалпақстанда жұмысқа тұра алмадық, ол жерде жұмысқа тұра алмай кеттік. Өзбекстанда жұмыс істей алмай ол кезде кеттік, Қазақстан Республикасына деп көшіп кеттік, сірасы кел деп. Енді Қазақстан Республикасына келсең, мынандай жағдай. Енді бізге сол условиясы нормально кіріп шығатын жұмыс керек. Менімше айтайын деген осы видеообращениеде. Ол дейтін болуы мүмкін, сыбайлас жемқорлық. Ол дейтін мысалы жұмысқа уақытында келмей, өздері баяғыдан істеп келе жатырған, сөйтіп жүрген болуы мүмкін, мен айтайын. Ол дейтін сыбайлас жемқорлық. Өзара өздеріңіз білесіздер, ол дейтін болуы мүмкін, ол дейтін. Уақыттан келмей, уақыт мысалы 8-9-да болса, 8-9-дан келмей, одан өтіп келіп, сөйтіп жүрген ол ер қыз әйел адамдар болуы мүмкін жұмыста, мемлекеттік органда. Олар просто мен сол жұмысқа кіргеннен, жаңағындай әскери қызметші мемлекеттік органға кіргеннен, олар сол жасырып, сондай қылып жүрген болуы мүмкін. Негізінде ол бар болуы мүмкін, ол дейтін. Сыбайлас жемқорлық ар жағы. Уақытында келмей жұмыстан. Олар сөйтіп мемлекеттік орган офистерде де сөйтіп істеп жүрген болуы мүмкін, айтайын деген. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Ол дейтін болуы мүмкін, ол дейтін. Сөйтіп жүрген болуы мүмкін. Ол просто жаңағындай жасырып, өзара сөйтіп жүрген болуы мүмкін. Уақытында да келмей, мен мысалы видеоға түсіп шығарып жатырмын ғой, ол жаңағы әскери қызметші мемлекеттік органда кеш қалып, мысалы уақытында барып жатсаң, оларда да кеш қалған болуы мүмкін. Ол ер қыз әйел адамдар. Олар просто жасырады, сыбайлас жемқорлық.
ар жағында сөйтіп жүрген офистерде де мен сол айтайын дегенім. Мен мысалы істейін десем, міне осындай жағдай, тіс қайрап жүргендер, Жебірейіл, Алла Құдай, Аллах екі Құдайда, Желқа бір Құдай, төртінші Алла Құдай, Арести, Жерегне, Бөкзебіс, Бейік Құдай, аты жөні ұлты Бауыржан, Бейік Бауыржан, табын руы жоғарыдағы Хиуа ханы, аты жөні ұлты Бауыржан, Бейік Бауыржан, Каган, табын руы жоғарыдағы аты жөні ұлты Бауыржан, Бейік Бауыржан деп айттық қой. Каган, Түркістан, Арыстанбаб, Бауыржан, Бейік Бауыржан, ұлы ер адам, табын руы жоғарыдағы осындай жағдайлар. Мен сол айтайын деген. Мен мысалы жұмыс істейін десем, жұмыс істегенде енді ол әскери қызметшіде болған тұрып қалмай, мысалы жұмыстар бар, істейік десек. Енді сол жағындай істейтін кезде жағындайлар аяқтан шығады. Енді мысалы басқа охрана агентстволар бар, мысалы істейтін болса, олар дейтін жағындай бар ғой, олар дейтін жағындай қылып тұр, қараңыздар енді. Мен сол айтайын деген. Просто бұл жерде мен жұмыс істеуім керек, мысалы айтып өткеніміздей ақша алып тұру керек үкіметтен деген сияқты. Осылай мүгедек деп айлық ақша алып тұр, жәрдемақы алып тұру керек деген сияқты. Сондай ғой. Өткенде видео жазбамда айтып өткенімізде, немесе солай болу керек, не жұмыс істеп тұру керек. Жәрдемақы алайын десем, олар дейтін, олар өз алдына білмеймін, олардың нелері, системалары басқа вообще. Жәрдемақы алатын болсаң жағындай, олар дейтін жатқызып қоя ма, бір полицияның системалары. Енді мен мысалы сол жұмыс істейін десем, енді мысалы осындай ситуациялар, жағдайлар. Өзбекстан Республикасы былай ысырады, Қазақстан Республикасы былай ысырады, Россия Республикасы былай ысырады. Ортада мен өзім мысалы Фераон патша, аты жөні ұлты Бауыржан, Бейік Бауыржан, табын руы жоғарыдағы. Мана айтып өткеніміздей, елерді айттық қой, жоғарыда айтып өткеніміздей, соларды да айту мүмкін. Енді мен мысалы осындай жағдайлар. Мен сол айтайын дегенім сендерге. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Маңдайдан машина, көлік аламыз дейсің. Машина, көлікті алмайсың. Просто өздеріңіз көріп отырсыздар не істеп тұрғандарын. Аяқтан шағылып, просто не істеп жүргендерін қараңыздар енді. Ол дейтін солай ғой, ол дейтін. Кем бұлар отдельно не қылады, мысалы, полициялар отдельно не қылады. Бұл жерде система бар ғой, мысалы, мен де істеуіме болады. Олар сол жағындай. Енді өздеріңіз қараңыздар енді. Не істейін десек осылы жағындай деп. Ақтөбеден де баяғыда шығарып жіберді олар, ол істеп жатқан кезде. Маңғыстауға келем деп жатқан кезде. Маңғыстауда келген кезде, Маңғыстауда жетеді бұлай деп. Өзбекстан Республикасына барсаң, неге Өзбекстан Республикасына бардың дейді. Енді біз екі ортада біз өзіміздің кім боларымызды білмей, Россия мемлекеті де біздерді жақтырмайды. Енді біз қайсын, Қазақстан Республикасы онда айтақта, Өзбекстан Республикасы айтақта. Мен мысалы әрекет жұмыс істеуім керек қой. Не осындай жағдайлар. Осылай міне. Хиуа ханы деп айтпасаң, осы жағдай. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сендермен бірге болған Бауыржан, Бейік Бауыржан, табын руы жоғарыдағы. Осылай жағдайлар. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар.
Söyleyiverirsem қазір видеоны толтырып тастаймын. Осыдан тоқтата қояйын. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар.